Достар, қай малдың түрін ұстаған тиімді? Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарийға өз ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Менің ойымша ең тиімді мал ол сиыр малы. Неліктен? Мен 7000 мал бас ұстайтын, онда қойды, жылқыды, сиыр ұстады. Сонда жұмыс істеген кезінде байқаған статистика. Сиыр малы ең аз өледі. Мысалы, ең көп өлетіні ол қой, сосын жылқы. Сиыр малын ұстау әлде қайда жеңіл. Мысалы, сиыр малы ол алысқа кетіп қалмайды. Ол әр қашанда бір жаққа жайылып кетсе, ақыры ол жем беретін жерін біледі қыста. Сондықтан ол қыста қайтып келеді. Сиыр малы жоғалып кетпейді. Мал ұрлығына байланысты сиыр малын көбінесе ұрлай қоймайды. Себебі оны айдап әкету оңай емес. Сиыр малы біраз шақырым жүгіргеннен кейін болдырып қалады. Оны далада бірдемеге артып әкету де оңай емес. Көбінесе скотократствода ұрлық жылқыға қатысты болып жатады. Сондықтан тек қыста шөп шабу керек, жемдеу керек деген қиыншылық шығындар болмаса, сиыр малын ұстаған әлде қайда тиімді. Мысалы, жылқы малының плюстері, оған шөп дайындау, жем алу ондайдың қажеті жоқ. Ол далада круглогодичный жүретін мал. Бірақ минустары аяқты мал. Сонымен қоса жылқы малын көп ұрлайды. Себебі қуып әкету жеңіл. Қойға келетін болсақ, енді қой деген өте қызық жануар. Тез көбейеді, жылқы 11 ай болса, сиыр 9 ай болса, қой 5 айда төлдейді. Сондықтан оны бір жылда 2 ретте төлдетуге болады. Егізден туып жатады. Сондықтан қой тез көбейеді. Бірақ қойша қырылу деген сөз текке шыққан жоқ қой, қырылудың да көкесін көрсетеді. Ауырып өлетін кезде сен емдеп, ауыруды түсініп те үлгермей қаласың. Қырылуы тез. Мысалы, сиыр егер шөптен отравление ұстаса, ол бір аптада жүреді. Сен оған диагноз қойып, бір емін тауып іздеп көруге тырысасың. Жылқы да солай. Ал қой дегенің бүгін ауырды, ертең қырылды, өлді ғой, болды.